шешті, алып берет деді. Сол қағазға сүйене отырып, уақытым кетті, әні келеді, мені берет деді. Соны бермеге, сон тағы да бардым. Сол участковыймен бардым. Участковыйдың көзінше тағы да ақ деді, көк деді, берем деді. Содан тағы күттім. Содан уақыт созып Алматыға барып жұмыс табам ба деп едім. Онда жұмыс таба алмадым, қайта қайтып келдім. Содан мен ақшасыз, дәнеңгетсіз аштан аш отырмын. Еңбек инспекциясына бардым, ол маған шешім шығарды. Мен ол кісіні сотқа бердім, сот ешқандай үкім шеңге шығарған жоқ. Сонген тағы да сот шеген құр неткен жоқ, жауабы жоқ соттан. Соттан келген жауап жоқ. Байқоңыр ауданына, Байқоңыр, мен күйеу балам берді, мен ол компьютер түсінбеймін, РЦП арқылы менің атымнан арыз берген, бірақ жауап жоқ. Содан Алматыда болдым. Содан күнімді көре алмай отырмын, шыға алмай. Қызымыны шөтімді ақтарып көрсеңіздер, 500 теңгем бар, ары бері жолға. Ақшам жоқ. Сот жоқ, сот ләм деген жоқ, 4 ай өтті. Сотқа барып біле алмаймын, өйткені ол бәрібір шеңге шешпейді. Мына менде не бар тағыдан? Участковый сол жерге шақырған, соған қағаз жазып берген, қолхат берем деген. Бәрібір бермей, күйеуім министерствода отыр дейді. Министерствода істейді күйеуі. Сонымен мені қорқытып отыр ма, не істеп отыр білмеймін. Үшін беретін ойы жоқ. Сіз маған келсеңіз, мен бетпе-бет сізге әңгімемді айтып, арыз ол неше күнде қаралады? Не істеймін? Жоқ, енді істесеңдерші десем, таба алмай, уголовныйға арыз жазыңыз деп, уголовныйға тағы арыз жаздым. Әлі таба алмай жатырмыз дейді, әлі. Енді мен мына интернетке қарап, үңіліп қарасам, мына белсенділерді, билікке қарсы шыққан белсенділерді секундтың ішіне тауып алады екенсіңдер. Телефон арқылы, телефонсыз да тауып аласыңдар. Ал неге мына қылмыскерді таппайсыңдар? Мен жалпы осы сотта істейтін, билікте отырған осы халық. Жоқ, сот орындаушылар неге белсенділерді секундтың ішінде тауып алады, жер-жеріне жетіп 10-15 тәулікке, 1 айға, 1 жылға қамайды. Ал маған нағыз қылмыскер сендер таба алмай отырсыңдар. Көз жазам, ана бас прокурор ма? Көз жазып көремін, білмеймін енді. Динара Шариповнаның күйеуі министерствода отыр. Сендер аласыңдар да оның сөзін сөйлейсіңдер де, мен кіммін? Мен жай ешкімге керек жоқ мұғаліммін.
Енді мен үмітімді үзген адаммын. Сендер көмектесетін түрлерің жоқ. Какой там уже артта бәрі? Қазақ халқы бас прокуратураға келіп отырмын. Сот шешімі ешқашанда орындалмайды. Оқу орны Астана қаласы, Сейфуллин даңғылы 6-шы үйде Юный академик оқу орталығында мен жұмыс атқарғанмын. Содан пандемия деп жауып тастады. Қазір тіпті оқушылар жоқ. Сол қалпы әні-міні деп ол кісіні мен 3 ай күттім. Ақшамды бермеген соң сотқа, прокуратураға жаздым. Прокуратура мен жағына онды шешті, қайтарсын деді. Соның өзіне бардым, видеоларымда бар. Содан енді учаскелік полициямен бардым. Берем деп тағы қолхат жазып берді. Содан ақша әлі жоқ. Еңбек ақым жоқ, ақшам жоқ. Сенімім өшті. Осы оқу орталығына бара алмай отырмын. Енді жұмыс істей алмай, ешқайда жұмыс істей алмай отырмын үйде. Қаражатым жоқ. Жақсы, қазір арыз жазамын енді. Арыз жаздым. Астана қаласы бас прокуратураның бас прокуроры Ғады Нұрдәулетовке, Қазақстан Республикасы Астана қаласының тұрғыны Сыбайда Ғанихмет Сейдахметовадан арыз. Ал енді осы жұмыс істеген жайлы арыз жаздым.